қандай адам мынау әлемге атом соғысын ашуды ашық үгіттеп насихаттап отырған Путинді қолдайды? Бұл екінші дүниежүзілік соғыста Гитлерді қолдағанмен бірдей. Бұл Путин деген Путлер, Ши Цзиньпин деген Шитлер, Тоқаев деген Тоқлер. Бұлардың барлығы фашист. Путиннің саясаты Совет одағын қалпына келтіру. Ол не нәрсеге өкінесіз дегенде Совет одағының құлауы біздің ғасырымыздағы үлкен катастроф деген. Үлкен тарихи қайғылы оқиға деген. Тып-тыныш бейбіт жатқан Украинаға соғыс ашу. Украин деген халық жоқ. Украин мен орыс бір халық дейді. Бұдан өткен зұлымдық бар ма? Төптің түбінде осы панславянизм үлкен ауру. Анау сербтер қазір Ресейді қолдап жатыр, Еуропада тұрғанына қарамай. Венгерлер қолдап жатыр. Тіпті кейбір чехтар, словактар панславянизммен ауырады. Әлеуметтік желіде оның бәрін бақылап көріп отырмыз. Бірнеше күн бұрын Қалман Қизатұлы Зұқа Батыр немересінің үйінен қонақтан келе жаттық. Мына Тақияны Қалман Алматтан алып кеп. Содан метрода бір шал кеп бізден жол сұрады. Метроның бекетінде тұрғанбыз. Шалдың сөйлеген акцентінен орыс екенін білдім. Орыссың ба деп сұрадым. Ти русских деп өзімнің білетін екі ауыз орысшамды пайдаланып қалдым. Шалдың көзі жарқ ете қалды. 40 жыл Америкада тұрады екен, Горбачев заманынан. Акцент орысша болып тұр. Инженер болып жұмысқа кеп қалып қапты. Содан Путин туралы сұрақ қойдық. Қасымызда тағы бір бауырымыз бар. Ана орыс шалың әлі сәбет. Санасының уланғаны соншалық әлі сәбет. Менің баяғыда бір постым бар еді, бір лекцияларым бар еді. Қандай орыс шовинист емес. Қандай орыс импершіл емес. Украинада тұтқынға түскен орыс дейтінмін. Тек Украинада қолға түскен, тұтқын болған орыс қана шовинист емес. Тек Украинада қолға түскен, тұтқын болған орыс қана импершіл емес. Осы сөзім бар еді. Енді мен қазір бұл сөзімді тағы өзгерткім келіп тұр. Қандай орыс шовинист емес, қандай орыс импершіл емес. Өлген орыс қана. Тірі орыс Америкада 40 жыл өмір сүріп, Американың жақсылығын көріп, бала шағасын Америкада өсіріп, Американың еркін демократиясынан игіліктеніп отырып, 40 жыл өмір сүрген орыс ана жақта Путинді жақтап отыр. Совет кезі жақсы еді дейді әлгі шал. Ол кезде ұлттар тату тәтті болатын. Бірін-бірі сыйлайтын, қазір өшпенділік орнады дейді. Ол өшпенділікті кім тудырып отыр? Әдейге шалды біраз сөйлеттім. Украиндарға соғыс ашуына қалай қарайсың дейді. Путинді ашық жақтай алмай отыр. Неге? Путинді ашық жақтаса, шал шошып отыр. Мынау азияттар, мынау қазақтар теуіп кетеме деп шошып отыр. Ондай қулық бар. Енді жаңағы шалың не дейді? Американың ақшасын украиндар сұрапқып жатыр. Американың Украинға берген ақшасын ұрдап, шетел асырып, парақорлар жеп жатыр дейді. Енді ол ана Украиндағы парақорлықты сындайды да Путин туралы айтпайды. Міне қайда жатыр әңгіменің өзі. Енді осындай шовинист, импершіл адамзатқа үлкен атом соғысының қаупін тудырып отырған Ресейді, Путинді жақтайтын Ердоған кім болады бізге?
Kardeş ba? Bауыр ма? Ойланайық. Көп адамдар пантүркизммен ауырады. Ердоған оларға жақсы сезіледі. Бекболатты, вахабистерді қанатының астына алып, қорғаштап отырған Ердоған сүйікті көрінеді біреулерге. Панславянизм, панславизм қандай үлкен фашистік имперлік бағытқа апарса, әлде бір қазақтар ауыратын пантүркизмде сондай үлкен ауыр жағдайға апаруы мүмкін. Ертең Қарақалпақты қынадай қырған өзбек сарттар, Қарақалпақ бауырым, қарындасым, біз бір халықпыз деп, ертең сол ақсақ темір құсап қазақтың даласына көз ашуы мүмкін. Неге? 40 миллион өзбек анау алақандай жерде сыймай отыр. Ол өзбекті қуып апарып оңтүстіктің құмына тыққан кім? Қазақ. Қазақ хандығы өзбектер басып алған 40 елді мекенді тартып алып өзбекті апарып құмға тықты. Ташкенде Мұхтар Әуезов оқыды. Ташкеннің айналасы, Ташкен әуежайының маңы әлі түгел қазақ. Сол өзбекке Совет кезінде Қарақалпақты қазақтан жұлып алып беріп қойды. Сол кезде Қарақалпақтың үлкен саяси мансаптылары Мәскеудің алаяқтығын сезбей білмей қалды. Олар бүйтіп ойлады. Қазақтың құрамында болсақ, Қарақалпақ тілі жойылып кетеді. Себебі Қарақалпақ тілі мен қазақ тілі 99% ұқсас. Одан көрі өзбектің құрамында болсақ, өзбек алыстау, сарт, біз түркіміз, тіліміз аман қалады деп ойлады. Және сол замандағы Қарақалпақтың қателескен саясаткерлері Совет кезінде қазақтың құрамында болсақ, Қарақалпақстанда жасайтын, Қарақалпақтармен қатар жасайтын қазақтар бар. Сондықтан Қазақ Совет Социалистік Республикасы Қарақалпақстандағы қазақтарды қолдап, бізге зияны тиеді. Бірақ Қарақалпақстанда өзбек жоқ. Сондықтан өзбекке бағынсақ, өзбек құрамында болсақ, олар қазақты да, Қарақалпақты да тең қарайды. Себебі Қарақалпақстанда өзбек жоқ. Қазірге дейін өзбек жоқ. Тек өзбектің армиясы бар, тек өзбектің жаңа жіберген мансаптылар бар. Деді. Сөйтіп ойлап, ең соңында Мәскеудің қақпанын қауып, бүгін міне Қарақалпақты өзбектер қынадай қырып отыр. Өзбектер қынадай қырып отыр. Сондықтан мен осы жерде пантүркизм дейтін аурумен ауыратындарға айтамын. Өзбек Қарақалпақты қынадай қырғанда түркі бауырым деді ма? Деген жоқ. Түркі екен, тамырым бір екен деді ма? Деген жоқ. Қынадай қырды. Өзбектің диктаторы Каримов Андижанда бейбіт халықты, қолында көк темірі жоқ халықты қынадай қырып тастағанда, сол Андижанды өзбегім екен, ұйғырым екен деді ма? Деген жоқ. Андижандағы сол бейбіт ереуілге шыққандардың ішінде өзбек те бар, ұйғыр да бар еді. Өзбек болып кеткен ұйғыр да бар еді. Қараған жоқ. Тасырлатып атып тастады. Андижан оқиғасын әлемге әшкерелеген адам кім? Ол біздің атажұрттағы Қалман Қизатұлы Зұлқа немересі. Ол сол заманда үлкен халықаралық медиада журналист болып жұмыс істейді. Андижан оқиғасы кезінде сол видеоны түсірген Қалман, және оны жариялап жіберген Қалман. Және ол видеоны Қалман Өзбекстаннан кетпей тұрып, мен Өзбекстаннан кеткен соң жарияла дегенде мақұл дейді, бірақ Қалман жіберіп болғаннан Қалманның өлген тірілгеніне қарамай жариялай салған. Сол Андижан оқиғасын Қалманның түсірген видеосы жарияланып кеткеннен кейін Америка мен Өзбек арасы суып, Америка Өзбекті сен геноцид жасадың Андижанға деп сынап, Американың қысымынан қорыққан жаңағы өзбектің диктаторы кім еді? Каримов, Ислам Каримов. Мәскеуге ұшып барып, Путиннің аяғын құшақтап сүйіп, содан Өзбекстан Мәскеушіл болып шықты. Оғанға дейін Америка Өзбекстанды орталық Азиядағы бірден бір ұлттық мемлекет,
яғни орысы жоқ, орысы аз, орысының өзі өзбекше сөйлейтін бұл мемлекет біздің орталық Азиядағы орысқа қарсы базамыз болады деп үміт еткен. Андижан оқиғасынан кейін Өзбек пен Американың ортасындағы шырнай аяқтады. Кәрімов Путиннің қойнынан бірақ шықты. Кәрімов дейм ғой, Ислам Кәрімов. Міне, соған мен қалманға кейде әзілдеймін. Сен мына Американың орталық Азиядағы бірінші әскери базасының кетуіне, орталық Азиядағы бірінші Американың орталық Азиядан кетуіне себепкер сенсің деп әзілдейтінім бар. Бірақ бұл шындық. Сондықтан қазақтар пантүркизм деген аурумен ауырмай-ақ қойыңдар. Біз кез келген түркі халықтарыменен тепе-тең тұрып, аға бауыр деп мәдени ауыз-күйіс жасап, бизнес ауыз-күйіс жасап, тарихи ортақ тарихтарымызды ортақ зерттеп, солай жасауға болады. Бірақ бір халық болып, бір тудың астында өмір сүру деген ол ертегі. Пантүркизм ертегі, естеріңізге сала кетейік. Дәл Ердоған сияқты диктатор тұрған кезде пантүркизм деген үлкен ертегі. Іске аспайтын қиял. Себебі қазіргі Орта Азия түркі елдері, Өзбекстан диктатор Қаншер, екі қолы қанға малынды Мирзаевтың. Мынау Тоқаев, Назарбаев, олар ту бастан, екі бастан олар Қаншер. Енді барып олардың одағы өткенде бір клубтар құрды. Мен оны диктаторлар клубы дейтінім содан. Демократия болған кезде ғана мемлекеттер бірмен бір тепе-тең жақсы өмір сүре алады. Демократия жоқ жерде бауырластықта, туыстықта бәрі бекер әңгіме.